Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі қазақ тілі сабағынан қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрі бөлімі бойынша сүйінші тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажыратамыз. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, құндақтау құрастырып жазып үйренеміз. Өткен сабақта жеті ата ел танудың бастауын өткен болатынбыз. Ендеше қазақ халқының жеті атаны тарату ретімен төмендегі кестеге әріптерді қою арқылы қалпына келтіріп көрейік. Жақсы балалар, тапсырманы орындап болсақ, онда біз дұрыс жауапқа назар аударайық. Бала, әке, ата, үлкен ата, баба, түп ата, тек ата. Балалар, енді алдарыңызда берілген суреттерге назар аударайық. Суретте қандай салт дәстүрлері бейнеленген? Дұрыс айтасыздар балалар. Суреттерде тұсау кесері, бесікке салу, бет ашар әдет-ғұрыптары бейнеленген. Ал бүгінгі сабақта қазақтың көнеден келе жатқан салт дәстүрлерінің бірі сүйінші дәстүріне тоқталатын боламыз. Сүйінші қуанышты хабар әкелушіге берілетін сыйлық. Дүниеге жас нәресте келуін, келін түскенде, алыстағы сағынған адамның келгендігін, жоғары атақ, үлкен сыйлық берулерін тағы басқа қуанышты сәттерді алғаш хабарлаушы сүйінші сұрайды. Сүйіншіге бағалы зат немесе ақша береді. Қуанышты хабар жеткізуші адам сүйінші деп келеді. Мұндайда қуанышты үй иесі қалағанын ал дейді, немесе оған риза болатындай сыйлық ұсынады. Бұл қуанудың, ризалықтың белгісі. Балалар, мәтінге назар аударайық. Шайқастағы жеңістер туралы да елге осылай хабар жеткізілетін. Бұндай жаушылар қызыл жаушы деп аталатын болған. Сүйіншілеп шапқан жаушыларға жол бойы сыйлықтар, ат киім, зергерлік бұйымдар тату етіліп, жақсы тілектер айтылады. Батырлар жырының ең белгілерінің бірі Қобыланды батыр жырында Қобыландының баласы Бөкенбай туғаны туралы мынандай өлең жолдары бар. Арыстан туған екен деп асыра жұрттың қуанды, сүйінші сұрап жан-жаққа қолдарына ту алды. Тапсырма. Мәтіндегі ауызекі сөйлеу мен көркем сөйлеудің ерекшеліктеріне назар аудар. Балалар, бүгінгі сабақта кіндік шеше, өкіл әке, шілде хана деген ұғымдармен таныс боламыз. Кіндік шеше жаңа туған нәрестенің кіндігін кескен әйел. Өкіл әке жастар қосылғанда туған әкенің орнына әке болатын қамқор адам. Шілде хана жас сәбидің дүниеге келу құрметіне жасалатын үлкен той. Сонымен қатар бүгінгі сабақта үстеу, оның ішінде мезгіл үстеуімен таныс боламыз. Үстеу дегеніміз қимылдың, іс-әрекеттің мекенін, мезгілін, жай-күйін, мақсатын, сын бейнесін, себебін білдіретін грамматикалық жағынан түрленбейтін сөздер. Үстеу амал-әрекеттің әр алуан мезгілдік, мекендік, мөлшерлік, сындық, себептік, мақсаттың сипаттарын білдіреді. Мезгіл үстеу қашан, қашаннан деген сұраққа жауап беріп, қимылдың, іс-әрекеттің мезгілін, мерзімін, уақытын білдіреді. Мезгіл үстеу етістікпен тіркесіп қолданады. Үстеу құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара үстеулер негізгі және туынды үстеуге жатады. Ал күрделі үстеу сөздердің бірігуі арқылы, қосарлануы арқылы және қайталануы арқылы жасалады. Келесі тапсырма. Төмендегі үстеулердің жасалу жолын анықта. Бүрсігүні, жаздыгүні, биыл, былтыр. Дұрыс айтасыздар балалар. Бүрсігүні, жаздыгүні сөздері бірігу арқылы жасалатын күрделі үстеулер. Биыл, былтыр, түбір мен қосымшаға бөлшектенбейтін негізгі үстеулер. Келесі тапсырма. Мезгіл үстеулерін қатыстырып, өздеріңіз көрген қуанышты оқиғаға байланысты сүйінші хабар туралы шағын эссе жаздыңыздар. Қорытынды. Балалар, бүгінгі сабағымызда қазақтың салт дәстүрлері, сүйінші дәстүрі жайлы пайымдаулар жасадыңдар. Үстеулерді, оның ішінде мезгіл үстеулерін ажыратып үйрендіңдер. Күрделі мезгіл үстеулерін жасалу жолдарын түсіндіңдер. Балалар,
Бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.